Бірнеше жыл бұрын Мағжан Жұмабаев ауданына қарасты Булаев қаласынан 26 км қашықтықта орналасқан Сұлушоқ ауылының болашағы даулы еді. Халықтың көшуі, мектептің босап қалуы, тіпті биліктің ауылды жабу туралы шешім қабылдауы әбден мүмкін болды. Бірақ бір адам бұл жағдайды өзгертуге шешім қабылдады. Ауылды сақтап қалу қалай мүмкін болды? Осы сұрақтың жауабын біз ауылдың жанашыры Қайрат Жәнібековтен сұрайтын боламыз. Көшіп келген отбасыларға үйді мемлекет салды ма, әлде өз кәсібіңізден үй салдыңыз ба? Ол кезде ауылда свободный үйлер болды. Сол үйлерді қалай болады? Жаңа бірінші келген отбасыға өзіміз бердік. Сол үйді. Сол кезде бос үйлерді олар өздері келген, жаңа ол кезде бағада не болған жоқ, ондай өздері сатып алды. 150 мың, 300 мың болды ол кезде үйлер. Арзан болды, негізі. Әлде қазір үйлер солай тұра ма оларда? Жоқ, енді қазір кішкене ауыл нетіп көркейіп жатқасын нетіп жатыр кішкене. Бағалары да өсті, иә? Өсіп жатыр, да. Бірақ сол жылдары білуімше ауыл жабылайын деп тұрған күйде болған секілді, иә? Да, сол кезде бізде біріншіде мектеп жабылатын болды. Мектепте 11 бала қалып еді. Одан кейін сол кезде барып ауданға сөйлесіп едік. Осы бағдарлама бойынша отбасыларда келсеңіз мектеп қалады деді. Сол кезде біздің сол жылы как раз мектепті алып қалдық. Жаңа 11 бала болған еді. Оның үстінен жаңаға тағы 11 бала келді ғой. Сонымен бірінші жыл солай алып қалдық мектепті. Яғни бірінші жылдары адамдар өздері үйлерді алған, ал кейін тағы да адамдар қалай көшті? Оны біреу насихаттады ма, әлде мемлекет осында үй беріп, өздері осында әкелді ма? Сол кезде бағдарлама жүріп атты да, үйлер салу бастады көшіп келіп отқан адамдарға ауданда. Сол кезде сосын ауданмен сөйлестім да, 15 үй салатын болды біздің ауылға. Сол кезде 2019 бастап 2020 бітірдік. Өзіміз 5 үй салдық. Аудан бойынша 15 үй салдық. Үміт. Содан кейін адамдар шақыра бастадық. Бұл мемлекет салып жатқан үйлерді көбісі сынайды, өйткені сапасы жаман болды деп айтады. Тіпті мониторингтерлер өтеді. Бұл үйлердің сапасы қаншалықты жақсы болды деп айта аласыз? Енді бұл жерде шын айта кетсек, үйлердің сапасы қалай жаман несі? Білмеймін, мен, например, контроль жасадық біз. Именно біздің ауылда біз қарап отырдық. Жаңа подрядчикпен сөйлесіп, өзім барып жүрдім, фундаментіне дейін бәрін қарап отырдым. Енді бұл жерде бар ғой, естіп отырмын, ана жақта, мына жақта енді үйлер сондай бар деп. Бірақ мен осы салып атқан кезде бір замечание жасағаным, но сырты ғана, обшивкасы ғана не болды, кішкене. Енді көрініп тұр ғой, түсіп қалатын ертең. Сол кезде ғана бір не айтып едім, сол жағынан. Так несі, енді айта алмаймын, сол совсем жаман болды деп. Келген адам өзі тұрып атса, например, ол өзі қарау керек қой сол үйге. Адамдарға көшу, бейімделу жағы қиын болған жоқ па? Өйткені оңтүстікте олар қыс айында тұрмайды, пеш күшін жақпайды дегенде, от, көмір әкелмейді. Қыс қалай өтті? Енді бұлай, енді қалай болады тағы да. Көбі кішкене қиналды. Біздің север ғой, енді кішкене погода жағынан суық қой бізде. Енді кішкене нетіп жүрді, бірақ қазір уже үйреніп кетті. Уже бәрі как не сияқты, местный адам болып кетті ғой бәрі. Уже үйреніп қалды, жаңағы қысқа да ең не ғой мынандай жақсы жерін көргенім, қазір 24 градус, 25 градус болып жатса, аяз. Балалар бізде қазір далада ойнап жүреді. Міне қазір жоқ, кешке шығады балалар. 5-тен кейін балалар шығады да, мына жерде футбол ойнайды. Қазір ана жерде көрсеңіз нелер тұр, жаңағы ворота істеп қойған, доп тебеді, солай ойнап жүр. Балалар үйреніп кетті, самое главное. Тіпті біз қазір тұрып жатқан жер бұл жастар орталығы деп аталады. Оны мемлекет салды ма, әлде өз қаражатыңыздан адамдар салды ма? Осы тұрған жерімізді бұл нені өзіміз салдық. Кәсіпкерлер,
Жоқ, өзіміз салдық. Өзіңіз салдыңыз. Ал мемлекеттен бір осындай ауылдарға қолдау бар ма? Ауылдарда негізі мәселелер бар ма? Су жағынан, көмір, от жағынан дегендей. Свет бар ма? Бізде, Аллаға шүкір, қазір ауылда свет бар. Үйлердің бәрінде су бар. Кіргізіп қойғанбыз. Одан кейін жаңағы енді асанда не жоқ бізде. В принципе, нормально бар. Бұл адамдардың келуімен байланысты ма? Әлде бұрында осындай мәселе шешілген болатын ба? Мәселен, мысалы, Бурахан Дақанов ол айтады, мемлекет көбінесе ауылда көп адам тұрса, сол ауылдарға жағдай жасайды да, ауылда адам аз тұрса, сол жаққа бейтарап қарайды деп. Енді бұл жерде өзіміз кішкене неттік та, жүгіріп жүрдік та, жаңағы су болды бізде, үйлерімізде. Менде, например, су до этого болған, өзіміз өткізіп алғанбыз да. Ал енді, в общем, не кетті да мынандай, как сказать-то, обновление кетті ғой енді. Жаңартулар. Да, жаңарту кетті да, біз, как бы, да, действительно, бізде мына жерде қазір бәрі, в основном молодежь. Бізде в основном молодежь, да. Қай жақта жұмыс жасайды олар? В основном жұмыс бізде қазір осы мектеп, жаңағы мини-центр, сосын міне осы не, міне, ДК қазір алла жазса қабылдайды, осы жерге кіреді. Самый такой важный момент, например, қазір айта аламын, бізде қазір почти безработный жоқ. Бізде полный көшіп келген жаңағы адамдар болсын, ауылдың местный адамдар болса, бәрі жұмыс істейді осы жерде. Олар жеке кәсіпкерлер ме, әлде бір кәсіпте жұмыс жасай ма? Жоқ, жаңағы айтып отқаным мектепте, жаңағы мини-центр, осы міне ДК қабылданса, осы жерге кіріп отыр бәрі. Ал оларда осында көшкенде мақсатыңыз сол өзінің кәсібіңізге жұмысқа орналастыру ма, әлде жай ғана ауылды құтқару үшін әкелдіңіз адамдарды? Енді ең бірінші біздікі көмек беру ғой, көшіп келген адамға. Одан кейін мен келген бетте сразу айтқанмын, маған бұлай жұмыс жасап істемей-ақ қойыңыздар. Егер де өздеріңіз жаңағы коммерциямен кетсеңіз, өздеріңіз жұмыс істесеңіздер, онда сол маған сол жақсы болады дедім. Енді сол ол жер енді осылай. Шыны керек, солтүстікте көбісі ауылға кетеді, ауылдар жабылады. Сізде де қалаға кететін ой болған жоқ па? Ондай ой болған жоқ, в принципе. Енді қалай ол? Ауылды тастап кету тоже. Ондай не болған жоқ. Ойда болған жоқ ондай. Ауылда немен айналысасыз? Ауылда қазір жер, малмен сол. Біз ауыл ортасына шығып, тұрғындардың пікірін білу үшін сұхбаттасқан едік. 2022 жылдың қарашасында оңтүстіктен мемлекеттік бағдарлама арқылы көшіп келген бір тұрғынның пікірі келесі. Енді бұл жерде сол бағдарламамен келдік негізінде. Осы жерде мәдениет үйі салынып жатыр, осы жерге бірден бір осы жерді өзіңізге тапсырамыз деп мен осыны арман қуып осыған келіп едім. Қазір 2 жылдан асты ғой, 3 жыл, 3-ші қысты көріп жатырмын. Бұл мемлекеттің балансын өтпей жатыр. Жаңа көрген шығарсыздар. Иә, көрдік. Жәнібек Қайрат бауырымыз айналайын, Алла разы болсын, ол кісі бұл жерде біраз тіршіліктер жасап беріп жатыр. Енді мемлекеттің балансына өткен жағдайда вакансия болатын еді осы жақта. Жұмыс болады. Бірден бір, переселенемен келген ағайын бауырларға жұмыс болатын еді. Қазір артыңызға тұрып жатқан үй сол мемлекеттік бағдарлама арқылы алған үй ме, әлде жергілікті кәсіпкерлер салған үй ме? Бұл жердегі менің тұрып жатқан үйім сол Жәнібек Қайрат Сапарғалиұлы салған осы мемлекеттің осы переселенең бағдарламасына осы жерде бір 2 неден салынған екен. Соның Қайраттың тұрып ағамыздың салған үйінде тұрып жатырмын қазір. Сол бағдарламаға осы переселенеге салынған үй ғой, үкіметтің. Кейбіреулері үйлердің сапасын сынайды. Сіздің үйіңіз сапасы қандай? Менің тұрып жатқан үйімнің осы солтүстік Қазақстан облысындағы ең осы переселенеге салынған үйдің ең качественный үй менің үйім. Осы жерде салынып жатқан, осы салынған осы жерде жалғыз менің тұрып жатқан үйім сол ең качественный үй. Неге? Сол кісі салған үйдің енді сапасы бәрінен жоғары. Ал басқалары басқа.
Жақсы. Отбасыңызда қанша адам тұрады? Енді отбасында қазір 4 жан тұрып жатыр, бірақ екеуіміз студент Алматыда. Екеуі осында оқиды? Екеуі 4 жан тұрып жатыр. Мектеп қалай, қанағаттарлық па? Мектеп енді осы жердегі бала санына қарай болады енді мектеп, бірақ мектеп тарлық қылады. Аурайы балдар қысылады ішінде. Одан кейін үйірмелер ашайын десе мектептің квадрат метрі кішкентайда. Мектепке балаға Қазір білуімше тіпті 80 бала оқып жатыр мектепте. Иә, оқып жатыр. Оған аздық қылады мектептің несі. Жалпы көшейін деген азаматтарға, осы ауылға көшуге кеңес бересіз бе? Не болмаса жалпы солтүстікке дегендей. Өйткені көп адамдар ойлайды, климаты жаман деп, тіл мәселесі, менталитет мәселесі бар дегендей. Сол бейімделу сізге қаншалықты қиын болды? Енді бұл солтүстікке келгеннен кейін климат әсер етеді көп адамдарға. Енді бұл жақта алтай қыс қой. Енді алтай қыс болғаннан кейін біріне ұнаса, біріне ұнамай жатады. Бірақ қыс болған жер жақсы ғой. Енді бұл жақта одан кейін бір айтатын нәрсе бар да. Бұл жақ алтай қыс болғаннан кейін отын суы көп керек етеді. Содан кейін қалтаны кішкене нетеді. Кеген переселенелер оны қиналып жатады сол жағынан. Зарплата сол оңтүстіктегімен бірдей. Соны бізде экологияға оңтүстікте төленіп жатады ғой. Қызылорда, Отырар ауданы, мысалы Созақ деген жерлер бар оңтүстікте. Сол жерде, сол сияқты, осы жақта алтай қыс болғаннан кейін сол жағынан да осы переселенеге жергілікті халыққа бір шамалы бір сондай бір зарплатасына бір шамалы қосса дейсің ғой, бір азғанайдан сәл көптеу деп айтамыз ба, не дейміз. Сол кезде дұрыс болатын еді негізі. Переселенемен келген көп жанды көрем, жұмыспен кейбірінде жете салмай жатады. Енді бірақ жақсы өзім келген. Осы ауылым ұнайды. Бәрі қазақ ауыл. Ауылда жұмыс бар ма? Ең маңызды солға. Енді мен өзіме келетін болсам, өзімде жұмыс қазір енді бар. Осы жерде әйтеуір Құдайға шүкір енді. Жоқ жерлерде бар енді. Оны да айту керек. Жоқ жетіспей жатқан жерлер бар. Ол енді келген кезде ол жұмыс переселенемен келген әрбір адамға біріне ұнаса, біріне ұнамай жатады. Зарплатасы аз болып жатады. Алтай қысқа отын суы бар, мал асырайын десе, оның жем-шөбі бар, ауқаты бар. Енді оңай емес бұл жақта. Оның бәрін біліп, одан кейін бағдарламамен келген адамдардың бәрі осы жерде тұрып жатыр ғой. Осы жерге келгендердің бәрі жақсы. Келушілерге сол мемлекет тарапынан бір көмегі бар ма, әлде жергілікті тұрғындар көмектесіп жатыр ма? Бұл жерде мемлекеттің тарапынан бар ғой, бар, бірақ негізі осы переселенеге да қазір 200 подъемный беріп жатыр ғой. Бір реттік көмек? Бір реттік беретін жәрдем. Енді соны негізі қармақ берсе де, ондай ақша бермей ақ қойсын, переселенемен келген адамдарға да қолына қармақ жұмыс берсін. Зарплатасы бір дұрыстау. Енді бәрі әкім, директор, болмаса мұғалім болып келмейді ғой бұл жаққа. Әр түрлі тақырыпта келеді. Қара жұмысшы, біреу кәсіп ашам деп келеді. Сондайларға майшаммен қараса да сол жағынан келеді. Орташа жалақысы неше осы ауылда? Бұл жерде орташасы қазір ең төменгі зарплатаны 110 қылды ғой енді. Енді 250, сол 200, сол 110 сол жоба ғой. Бірақ енді бір нететін жердің бүкіл ағайын туысын оңтүстікте болғаннан кейін бұл жердегі де ағайын ғой, бәріміз бөтен емеспіз. Бірақ енді екі ортадағы бәр барып келу уақыт сол енді сол жағынан одан кейін самолет Петропавловск мен Шымкенттің соның ортасына қойса да сол логистика мәселесі сол жағынан сәл нетеді, келген адамдар қиналып. Вакансия деп бағдарламамен көрсетеді ғой, вакансия деп көрсетеді. Вакансиясы 110 мыңдық айлықта биржаға тіркеледі. Ол тіршілікпен бар ғой, оңтүстікте болса, ол тірлікпен күннің жылулығына байланысты расходың аз болады. Бұл жақта көп, ол 110 мың, 120 мың, 150 мың айлықпен же өмір сүру қиын. Өйткені мал асырайын десең, білесіз ғой, алтай неге? Оның шығыны деген мал асырау қиын. Былай айтқанда бар ғой, переселененің бағдарламасын жасап қойған да, бұл өте керемет жасалған.
бірақ осыны қайтадан майшаммен қарау керек негізі. Бұны ақпан айында Маулена Шынбаев, спикер сенаторы өзі де айтқан, өз нәтижеге жеткен жоқ деп бұл бағдарлама. Енді бұл бағдарламаның миграция жайында заңын қайтадан қарастырамыз деп айтып жатыр. Ал сіздің ойыңызша бұл бағдарламаға қандай жаңашылдықтар енгізу қажет? Бұл жерде жаңашылықты енгізетін нәрсе бірден бір нәрсе бар ғой. Мына ауылда ауыз су жоқ ауылдар бар. Ауыз су жоқ. Оны келеді де осы жерге вакансия бар дейді, сол жерге тығады. Ал ол жерде оңтүстікте бір білесіздер ғой, жағдай бұл жақтан көшілгері ғой. Әжептәуір уақыт осып кеткен. Содан кейін ол жерде қысына шыдай алмай қанша семья келіп бөлініп кетіп жатқандар бар. Сол жерге де келеді, келгеннен кейін шамалы қысына шыдай алмайды. Ауыз сумен қамтамасыз етіп берсе, одан кейін үй мәселесін мына жерде айтып жатырық қой, үйлердің көбісі некачественный. Сол жағынан да бар. Одан кейін жаңағы жұмыс тауып бере алмай жатыр сөздің шынына келген кезде ше, кейбірде. Келесің жаңағы бір ауылдан жұмысың шықса, ол ауылдың тыныс тіршілігі ол келген переселенеге ұнамайды. Сондай кереғайшылықтар болып жатыр. Бұл ауылға келген адам бақытты деп ойлаймын. Өйткені бұл ауылға асфальт салынды, ана жерде мешіт салынып жатыр, Су да бар бұл ауылдың, Су да бар. Енді мынау мәдениет үйі, осы мәдениет ошағы мемлекеттің балансына өтсе, нұр үстіне нұр болар. Құдай қаласа көктемде, жазда бір жаңалықтар бар дейді осы жерде. Енді Құдай қаласа осы жерде бірден бір ұстап тұрған Алла разы болсын. Қайрат ағамыз бар ғой осы жердегі. Сапарғали өте осы ауыл десе ішкен асын жерге қоятын кісі. Сұлушық үміт пен бірліктің мекені. Ең бастысы жергілікті кәсіпкерлер ауылдың дамуына белсенді араласып, балалардың болашағына жол салуда. Рүстем Арман, арнайы Норс толқынында үшін.